Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен Теле2-де тарифті қайта қосу жайында айтамын. Яғни тарифіңіздің уақыты ерте бітіп қалған кезде, не болмаса мегабайты ішінде бітіп қалса, SMS-тер бітіп қалса, соны алдын ала қалай қосу керегін көрсетемін. Оператормен сөйлестім. Telegram через бот арқылы. Қазір сіздерге көрсетемін. Теле2 Қазақстан деген бот бар екен Телеграмда. Сонымен сіздерде сөйлессеңіздер болады, егер сұрақтарыңыз болса. Мен жаңағы осы бот арқылы сөйлестім. Тарифті қайта қосайын деп едім, қандай парменмен қосуға болады, қайта қосуға болады ма деп сұрадым. Сөйтіп едім, олар жазды, тарифті қайта қосу оңай. Қайта қосу пармені жұлдызша 121 решетка 0 решетка. Кез келген Теле2 абоненттеріне бірде осы парменді тереміз бе деп сұрақ қойдым. Барлық Теле2 нөміріне бір пармен деп жауап берді олар. Сонымен рахмет көп дедім де Теле2-ны мақтап жаз жерден. Сонымен қазір сіздерге өзім телефон нөмірімен көрсетемін. Менде де Теле2, Теле2 қалай өзгерту керек екен. Қазір маған жазды осыларынан 121 жұлдызша 121 решетка. Решеткамен қазір былай теріп көрсек те болады. Менде қазір тарифім біткен жоқ, кеше жақында ғана қостым. Сонда да сіздерге көрсетейін. 0 тарифті қайта қосу, бәрі сіздің тарифіңіз. Бізге 0-ді басу керек. Тарифті қайта қосу үшін қолданылмаған қор жойылады. Келісесіз бе дейді. Сіздерде осылай сұрайды. Ішіндегі жаңа мегабайт немесе минуттар азайып қалған болса, және сіз қайтадан қосқыңыз келсе, иә дегенді басасыз. Яғни бірді басасыз, отправить дегенді басасыз. Сол кезде сіздің ішіндегі жаңағы керекті сумма бар болса, қаражатыңызда, сол сумманы алып тарифіңізді қайта қосып береді. Мен де қазір тариф жаңадан қостым. Енді олай жібермеймін және 2-ні басып артқа деп жіберемін. Сіздер осылай жасап тарифтеріңізді қайта қосуыңызға болады. Бұл тексерілді. Мен өзімде өткенде бітіп қалған кезде мен осылай тексердім и жасадым. Тарифім қайта қосылды. Тариф қайта қосу үшін міндетті түрде жаңағы ішінде қаражат жеткілікті болу керек. Жеткіліксіз болса, ол қаражат тариф қосылмайды. Сол ағайындар. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазыңыздар. Видеомен бөлісіңіздер достарыңызбен. Тарифті қайта қалай қосу керек екенін білсін.